Сәлеметсіздер ме? Мен Қанапина Беғанша Төлеухан қызы, түркі филологиясы және қазақ тілінің тарихи грамматикасы пәнінен араб графикасымен жазылған орта ғасыр ескерткіштері. Кейбір зерттеулерде көне, орта, жаңа түркі ескерткіштері деп үш топқа бөлсе, Басқаков көне, моңғол үстемдігіне дейінгі моңғол үстемдігі дәуірі, жаңа түркі дәуірі ескерткіштері деп төрт түрге бөледі. Осылармен қатар жазба ескерткіштерді түркі халықтарының қоғамдық бірлестіктері атымен Қарахан, Орта Азия, Алтын Орда, Шағатай дәуірі жазба нұсқалары деп бөлуде бар. Сондай-ақ орта ғасыр жазба ескерткіштерін шығыс хон мемлекеттерінің жазба ескерткіштері, батыс хон мемлекеттерінің жазба ескерткіштері деп екі топқа бөліп қарауда кездеседі. Яссауи поэзиясымен мазмұндас келетін тағы бір діни туынды Ахмет Үнкейдің Хибатул Хақаиқ, ақиқат сыйы атты туынды. Түркологтар бұл туынды 11-12 ғасырдан сақталған болар деп жорамалдайды. Ахмет ақынның атына қосақталып жүрген Үнкей оның тауып өскен жерінің аты. Бұл аты Орта Азияның кейбір аймақтарында жер аты ретінде қазір де бар көрінеді. Хибатул Яссауидің хикметті сияқты дидактикалық, яғни үлгі-өнеге, ақыл, кеңес, өсиет үйрететін поэма. Онда жақсылық пен жамандық, білімділік пен білімсіздік, байлық пен кедейлік, жомарттық пен сарандық салыстыра жырланады. Діндарлығы, құдайшылығы да мол. Дастанның араб жазуымен жазылған екі нұсқасы, көне ұйғыр жазуымен жазылған бір нұсқасы бар көрінеді. Олардың бәрі де көшірмелер. Дастан үстіміздегі ғасыр ішінде бірсыпыра тілдерге аударылып жарияланды. Поэманың жазылған жері қандай тайпалық тілде жазылғаны туралы әртүрлі пікірлер бар. Мысалы, Коннов Хорезм әдеби тілінде, Басқаков Оғыз Қыпшақ тілінде жазылған десе, біраз зерттеушілер Қашқар түркі тілінде жазылған деген пікірлер айтады. Жоғарыда сөз болған үш туындының құтты білік, хикмет, Хибатул Хақаиқ үшеуі де шығыс Түркістанда дүниеге келген деушілері де бар. Жүсіп Зылиха бұл мұсылман діндегілердің негізгі кітабы Құранның аяттарына негізделіп жазылған ғашықтық жыр. Бұл жыр аңыз әңгіме түрінде шығыс халықтар арасында ерте заманнан бастап айтылып жүрген тақырып. Оны әдеби туынды ретінде алғаш сөз етуші парсылардың орта ғасырдағы белгілі ойшылы, әдебиетшісі Фирдауси. Фирдаусиден кейін бұл тақырыпты түркі ақындары Әли Дүрбек тағы басқалар жазған. Олардың әрқайсысы өздерінше баяндауға тырысқандармен аңыздың түпкі өзегі сақталған. Ол өзек Зылиха дейтін әйел мен Жүсіп пайғамбар арасындағы ыстық махаббат. Құсырау Шырын. Мұнда Құсырау деген жігіт пен Шырын деген қыздың бір-біріне ғашықтығы, ыстық махаббаттары жырланады. Дастанды поляк ғалымы Чоски латын әліппесімен бастырып шығарып, ол туралы неміс, поляк тілдерінде зерттеу мақалалар жарияланған. Біздің елде бұл дастан тілін профессор Эмир Нұржеп зерттеген. Гүлстан Беттүрки авторы Саиф Сарай. Мұндағы Саифтың туып өскен жері 1954 жылы профессор Узлук дастанның түп нұсқасын шағын кіріспе сөзбен Анқарада жариялатқан. Түп нұсқа көлемі 372 бет. Дастан Иранның билеушісін Техас бекті дәріптеуге арналған. Дастан Саиф Сарайдың өз тумасы емес, парсы тілінде жазған дастанның аудармасы. Жазылған мерзімі 14 ғасырдың аяқ кезі. Гүлстанның аудармасы тілі туралы толық зерттеу жасаған түрік ғалымы Баттал Таймас. Ол дастанның аудармасы Қыпшақ тіліне жатады дейді. Біздің елімізде бұл жазбаны зерттеген ғалым профессор Наджиб. Жаз күндерінде бір күн бақ ішінде Гүлзар арасында бірнеше білімпаз ғалымдармен ғылым таластырып отырып, қызықты хикаялар, өлеңдерімді оқып. Ол ғалымдардың ішіндегі данышпаны өлең өлшемі жайлы сауал қойды. Дұрыс жауабын кен соң ырза болып айтты. Ей дана ақыным, саған айтар бір насихатым бар. Қабыл алсаң қайырлы болсын. Айттым, бұйырыңыз айтты. Шайх Сағдидің Гүлстаны түркше. Дүние, мал, өмір рахат үшін керек. Бірақ өмір дүние жию үшін емес. Бір ақылды кісіден сұрап. Дәулетті кім, дәулетсіз кім? Ол кісі айтып, дәулетті адам жия білген, жиғанын жеген, бере білген. Дәулетсіз есіл дертті мал жию болып, өзі жеуге қимаған, сөйтіп өмірінің өткенін білмеген адам.